Құрметті отандастар, жерлестер, мен Тараз қаласы әкім орынбасары Асхат Есенәлиев. Мемлекеттік қызметте 15 жыл өтілім бар. 2006 жылы Шу ауданында жай бас маманнан бастап, село әкімі, бөлім басшысы, Жуалы ауданы облыстық әкімшілік, Сарысу ауданы әкім орынбасары, Тараз қаласы әкім орынбасары 13-14 жылдары, облыстық әкімшілік, басқарма, бірнеше ірі компаниялардың бас директоры лауазымдарын атқарған азаматпын. Мені жақсы білетін, бірге жұмыста болған әріптестер, жалпы облыс, қаланың тұрғындары жұмысым жөнінде пікірлерін өздері қалдырар деп ойлаймын. Маған қатысты республикалық телеарналар және әлеуметтік желіде таралған видео бейнеге байланысты өзімнің пікірімді білдіргенді жөн санадым. Бұл оқиға 2021 жылы 26 қарашада Жасыл ел Тараз мекемесінің базасында орын алған. Ол күні Тараз қаласында кешкі уақытта қатты қар басталып, қар тазалауды ұйымдастыру мақсатында мен сол жерге барып техникалардың дайындығын тексеріп, бас инженердің кабинетінде техникаларды көшелерге бөліп отырғанмын. Арада жарты сағат өткеннен кейін кабинетке осы мекеменің директоры, ЖКХ бөлімінің басшысы, қала әкімінің кеңесшісі, РК Астана жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы, маған бейтаныс қасында 2 адамы бар, бәрі келді. 20-21 жылдары өздерің жақсы білесіздер, РК Астана жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қала аумағында құрылыс жұмыстарын жүргізген. Нақтырып айтсам, 35 ауланы абаттандыру жұмысы, тағы да басқа жұмыстар жүргізген. Ол жөнінде сапасыз жүргізілуіне қатысты халықтың наразылығы болған, депутаттардың наразылығы болған, ол әлеуметтік желіде бірнеше мәрте тараған. Осыған байланысты жұмыстарын толығымен аяқтау жөнінде мен сол мекеменің арасында көптеген дау-дамай кикілжіңдер болған. Бүгінгі орын алған оқиға да осыған байланысты болып отыр. Сапасыз жүргізілген жұмыстар бойынша сол мекеменің басшысымен арамызда кикілжің дау-дамай болып, қол жұмсауға дейін барып, сондай орын алған. Бұл ортаға жігіттер араласып, жаңағы видеодағы көрініс қала әкімінің кеңесшісі ажыратып тұрған. Бұл видео осы жылдың 3 ақпанында YouTube желісінде арнайы ашылған канал арқылы шығарылды. Мен компания өкілдеріне өтінішпен қайырылып, олар 5 ақпан күні бұл видеоны YouTube каналынан алып тастады. 9 ақпан күні кешкі уақытта бірнеше азаматтар менің хабарласып, әлеуметтік желіге видео бейненің шығатынын ескертіп, қомақты ақшалай қаржы талап етті. Мен ол ақшаны бермейтінді ескертіп, бере алмайтынды ескертіп, оларға айттым. Видео бейнедегі көріністе әлеуметтік желі пайдаланушылар тарапынан әртүрлі пікірлер айтылды. Оның ішінде спирттік ішімдік ішіп алған деген сындар айтылды. Ол жерде ешқандай да екі жақтан спирттік ішімдік ішілген жоқ. Видео бейнедегі келбетіме келетін болсам, ашумен кикілжіңнен кейін сахар диабетім көтеріліп, давлением көтеріліп тұрған жайт, сондықтан түрім сондай көріну, ашу үстінде болған нәрсе. Екінші қалдырылған бір пікір, Сапарбаевтың кадр деп айтылған пікір шындыққа жанаспайды. Өйткені мен Жамбыл облысы Меркі ауданы Тәтті ауылының тумасымын. Мемлекеттік қызметтегі 15 жылымның 13 жылын бірнеше әкімдермен мен қызмет жасаған. Бердібек Машбекұлымен бұрын соңғы қызметтес, әріптес болмаған. 20 жылдың сәуір айында осы қызметке келетін кезде осы қабылдауда облыс әкімінің әңгімелесуінен мен және менен басқа жергілікті 3 азамат әңгімелесуден өткен. Мені қабылдағанда ол кісімен мен жарты сағаттай қаланың шаруашылығы жөнінде сөйлестім. Сол кезде ол кісінің айтқаны, бұрында 2 жыл қалада істеп кетіпсің, мынау экономикалық дамуы, құрылыстың жағдайы, коммуналдық жүйенің жағдайы туралы менің пікірімді сұрады. Осы қызметке ол кісі тағайындамас бұрын менің бұрынғы әріптестеріммен хабарласып, әрқайсының пікірін сұрап алған. Сол нәтижесінде мен осы қызметке тағайындалдым. Енді Бердібек Машбекұлы жөнінде айтатын болсам, облыстың, оның ішінде Тараз қаласының экономикалық дамуына үлкен қомақты қаржы тартып отыр. Республикалық бюджеттен 20 жылы 56 үйдің құрылысы басталып пайдалануға берілсе, көп қабатты. Қазір 41 үйдің көп қабатты құрылысы басталып жүргізілуде. Енді мектептер жөнінде айтатын болсам, осы бір-екі мысалды айтқым келіп тұр.
мектептер жөнінде айтатын болсам, 20-шы жылғы ескі тозығы жеткен аварийный мектептердің 4-еуі бұзылып, жаңадан қайта салынып пайдалануға берілді. Былтырғы жылдың өзінде 21-ші жылы 4 жаңа массивте Барысқан, Арай, Алқабы, Асқарованың аяғы сол жерде 600 орындық 3 мектептің құрылысы жүргізілуде. Қыркүйек айында пайдалануға беріледі. Одан бөлек биылғы жылдың өзінде қазір Тараз қаласында 1200 орындық 2 мектептің құрылысына республикалық бюджеттен қомақты қаражат келіп отыр. Бердібек Машбекұлымен қызметтес болып жұмыс жасағанды өзіме үлкен тәжірибе ретінде қабылдаймын. Бүгін мен өз еркіммен мемлекеттік қызметтен кеттім. Басты кету себебім осы видео бейнені түсірген және оны желіге салған азаматтарға заң аясында соттық процестер жүргізіп, соны аяғына шейін жеткізуім керек. Екінші бір кеткен мәселем, осы өздеріңізге пікірімді қалдырғым келді. Мемлекеттік қызметте отырып, бұл екі мәселені де мен жасай алмаймын. Мемлекеттік қызметке көптеген шектеулер бар. Соған байланысты бүгін өздеріңізбен осы видео бойынша пікірімді бөлістім деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Мені қолдаған азаматтарға алғысым шексіз.